мен кітаптан тыныштық іздеймін. Кітапты сүймеген адам Құдайды сүймейді. Күніне сағат жарым 2 сағат кітапқа арнайын дей ма, мен басқа салаға кетіп қала алмаймын. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге кітапхана ұйымдастыруымен жүзеге асырылып отырған кітапхана подкаст жобасы. Бұл жоба оқырман мен кітапхана арасындағы рухани байланысты нығайтуға бағытталған. Бүгінгі қонағымыз мәдениет саласында ұзақ жылдар бойы абыройлы еңбек етіп, қазіргі таңда біздің тұрақты әрі белсенді оқырманымыз Балқия Тілеужанқызы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Бүгін біз қонағымызбен бірге кітапханадағы жылдар, жүрекке жақын естеліктер және кітаптың адам өміріндегі орны жайлы айтатын боламыз. Ендеше алғашқы сұрағымыздан бастасақ, сізді кітапхана саласына алып келген не болды? Мен енді кітапхана саласына алып келгеннен гөрі кішкентай кезімде бірінші, екінші сынып оқып жүргеннен бастап кітапқа деген өте үлкен бір өзімнің қабілетім болды. Кітапты ерекше көретін болдым. Себебі менің марқұм әкем де, марқұм анам да кітап оқитын еді. Және үйімізде біздің кітап жиналатын еді. Ол кезде енді кітап деген өте қат мезгіл ғой. Дегенмен осы Бойлы ауданында үлкен кітап дүкені болды. Оның дүкеншісі әлі есімде үлкен апай болды, Браташова деген. Сол менің әкем осы ойға келген сәтте, кез келген уақытта ойдың осы кітап дүкеніне соғады, кітаптар әкеледі. Мен сол өзім бірінші, екінші класстан бастап кітапқа деген қызығушылығым болды да, мен негізі 4-ші класстан бастап кітап оқыған адаммын. Екінші, менің кітапқа деген құмарлығымды арттырған Бойлы қазақ орта мектебінде еңбек еткен Бибі Асқарова деген үлкен апайымыз, қазір 90-нан кеткенде қайтыс болды. Сол кісі 4-ші класс оқып жүрген кезде еңбек пәнінен сабақ берді. Соның бір пәнінен бізге кесте үйрету, сондай жұмыстарын үйретеді. Екінші пәнінде міндетті түрде кітап оқитын еді. Сол алғашқы менің танысқан кітабым Майын Риттің Салт жаяу салт атты басты деген кітабы. Соны апай оқытып, кітаппен оқылғаннан кейін мен сол кітапқа деген құмарлығым арта түсті. Менің сол кей кезде қиналған сәтте, кей кезде бір кішкене ренжіген сәтте, кей кезде бір көңілімде бір нәрсе болған кезде, мен сол бүкіл ішімдегі сырымды да, жырымды да, қайбір кей кезде бір сәттердің барлығын мен кітаптан іздеймін. Сондықтан да кітап оқуға құмарлығым, кітапты өте жақсы көретіндігім сол деп ойлаймын. Рахмет. Сіз енді бірінші кітапхана саласында еңбек еттіңіз, одан кейін музей саласына көштіңіз. Осы екі салада да еңбек етіп жүріп, қандай ортақ құндылықтарды байқадыңыз? Өте жақсы, керемет, құнды сұрақ. Мен енді кітапханаға мені алып келген тек қана кітапханаға деген қызығушылығым емес. Сол кездегі кітапхананың басшысы марқұм Балсекер апай мені кітап оқып жүрген кезде жұмысқа шақырып, сол жұмысқа келгенмін. Ол кезде кітаптар болатын, сол кезде кітапхана мен кітап оқырмандарының арасындағы байланысты орнату саласында көптеген еңбектер еттік. Енді басшы сол кездегі Балсекер апамыз менің бойымнан тек қана кітапханаға емес, халықпен жұмыс жасаудағы сосын ұйымдастырушылық қабілетімді білді деймін. Ірі жобаларды алып жүргеннен кейін мені көп ұзамай сол кезде мәдениет саласының тағы бір үлкен саласы, әлі ашыла қоймаған, жаңадан ашылған үлкен жұмысты керек ететін аудандық музейге сол кездегі аудан әкімі Қуатқан Мырзабекұлы алып келді. Әлем таныған Шығанақ Берсиевті қалайда облыс жұртшылығына емес, республика жұртшылығына, жалпы ауданның барлық халқына Шығанақ Берсиевтің кім екенін таныту керек болды. Ауданда әрине музей деген керек болды. Сондықтан енді осы салада да біраз 20 жылдай жұмыс жасадым. 20 жыл директор қызметін атқардым. Енді
қазір зейнеткерлікке шығып кеткенімен әлі де қол үзбеймін. Мен екі салада да жүргендегі өте үлкен құндылық мәдениет дегеннің үлкен бір сала екені. Анау Франция елінің бір кездегі президенті Шарль де Голль айтқан екен. Бұл елдің ішкі сыртқы саясатымен соғыс болмауын, елдің экономикасын мен басқарып отырайын, сен Францияның мәдениетін көтер. Егер де елде мәдениет болмаса, халықтың басқа жағдайы болмайды. Мәдениет бірінші орында тұру керек деп. Сондықтан да кітапхана саласы мен музей саласы мен еңбек еткен жылдары біраз жыл етене араласып, бірлесіп көптеген шараларды өткіздік. Барлығының да жасап жатқаны болашақ үшін, халық үшін елдің мәдениетін ең бірінші көтеру керек. Елді қай салада да мәдениет саласының қай саласына да шешіндіре білу керек деймін. Мен үлкен бір дара тұтатын үлкен ғалымдарым, тарихи тұлғаларым көп. Соның ішіндегі мен Шерхан Мұртаза деген ағайдың көптеген кітаптарын оқимын. Сол кісінің бір айтып кеткен сөзі бар. Үнемі үйде де айтып жүрмін. Кітапты сүймеген адам құдайды сүймейді. Мен сондықтан да көптеген адамдардың кітапты ерекше бір сүйетіндігі ол өзгеше. Сондықтан екі салада да құндылық өте көп. Мен өзіме мәдениеттің қай саласында жүрсем де құндылықты ала білдім. Барлығының құндылығы адамды мәдениетке тәрбиелеу, мәдениетті жоғары көтеру деп білемін. Рахмет. Өз уақытыңыздағы мәдениет саласының дамуын қалай бағалайсыз? Енді мен кезіндегі жұмыс жасаған кездегі мен қазіргі кездегі енді жұмыс стилінде көп өзгеріс жоқ та. Енді қазіргі технология, болмаса жаңағы материалдық техникалық базаны үлкейту қазірге байланысты енді өзгертулер бар ғой. Біздің кезіміздегі жұмыстың стилі өте ерекше болатын. Мен сол салада жұмыс жасап жүрген кезімде аудандық мәдениет бөлімінің басшысының орынбасары бас маман қылып мен мемлекеттік қызметте 9 жылдай қызмет атқарғанмын. Сол кездегі салада мен қазіргі саланың енді айырмашылығы бар. Жаңа айттым ғой, жұмыс стилінде қай саласында жұмыс стилі бұрынғы келе жатыр тек технологияға, қазіргі инновациялық бағытта болмаса. Енді қазіргі кезде барлығы да даму үстінде, қарқынды дамуға байланысты, жеделдетуге байланысты техниканың бәрі өсті де, бәрі де қазір былайырақ айтқанда оңайша болып кеткен сияқты болған. Біздің кезімізде әрбір сценарийді, әрбір жазылатын шараның кез келген оның шақыртуын барлығын қолмен жазылатын еді ғой. Енді ол кездегі деген бір адамдардың бір-біріне деген бауырмашылдығы, мейлі мәдениет үйіндегі концерттер болсын, мейлі кітапхана саласында өткізетін шара болсын, ол кездегі өткізілетін үлкен шараларда бәріміз бірге жүрдік. Бәріміз бір ортада. Көрдің ба, бұл жердегі тағы бір айтып кететін нәрсе адамдардың мәдениет байланысы дейді. Мен енді бүгінгі әңгімеге шақырып бірінші қонақ қылып жатқаныңызға көп рахмет. Мен енді өзім ойлаймын, осы кітапхана саласына 20 неше жасымда келдім екен. Мен енді қазір 40 жылдан астам кеткен екен кітапханамен бірлесіп келе жатқаныма. Кітапхана саласына келе жатырғанда мен еш уақытта сыртқы есіктен кіре бергенде басымды, мойнымды жоғары көтеріп еш уақытта маңдайымды шалқайып кірмеймін. Себебі кітап тұрған жері ұлық жер. Сондықтан да кітапхананың ең бірінші есігін ашпас бұрын мен кітапқа еріп сәлем беремін. Ол ғылымның ортасы, ол үлкен мәдениеттің ортасы, адамның білім алатын, жан-жақты дамитын ортасы деп. Сондықтан да енді кітапхана саласын сіздерге жан-жақты дамуларыңызға,
үлкен биіктерден көрінуімізге, мына жаңадан бастап жатқан бастамаларыңыздың үлкен болса болуына мен көп рахмет айтамын. Рахмет сізге де. Енді тағы да өзіңіз еңбек еткен мекемелерге өзіңіздің бір тілегіңіз немесе кеңесіңіз болса айтар. Енді кеңес дегеннің өзі бір егер тыңдаған құлаққа, естір құлаққа айтар сөзің өтсе өте бір үлкен нәрсе ғой. Сол мен айтатын қарапайымдылықпен, қарапайым адамдармен жұмыс жасай білу керек. Сіздерге де келген адамдарға жылы бір ілтипатпен, ол кітап жақсы ма жақсы емес па, бірақ сол кітапты әдемі қылып жеткізіп сол кісінің оқи алатындай болсаңыздар, ол сіздердің жұмыстарыңыздың жемісі деп білемін. Барлықтарына да айтарым, қазір кітап көп. Мен мына келіп жатқан кітаптарға таң қаламын. Біздің кезімізде кітап жоқ болды. Біздің жұмыс мәдениет дегесін өзі адамға мәдениеттілікті білдіре кету керек. Мен көп жыл жұмыс жасаған кезде көптеген басшыларға айтатын едім, мәдениет деген өздеріңізден басталады. Театр кеміргіштен басталса, мәдениеттің басшысы қандай мәдениетті адамға деген ілтипаты болса, оның соңынан ерген бүкіл команда сондай болады. Сондықтан да ниеттеріңізге, көңілдеріңізге мынау көп рахмет. Кітапты сүйейік, кітапты жақсы көрейік, кітаппен жұмыс жасай білейік. Әр адам өзінің үйіндегі үлкен бір қазынасы кітап болса, мен соны кітапты дәріптей білуге, мына қазіргі кезде оқушыларды кітап оқуға шақырайық деп ойлаймын. Соған үндеу жасайық. Кітаптарыңыз молая берсін, жақсы қызмет етіңіздер. Жасап жатқан жаңа бастамаларыңызға әрдайым сенімділік, әрдайым биіктік, еңселі болсын. Рахмет көп. Рахмет сізге де. Құрметті оқырмандар, осымен бүгінгі подкастымызды біз қорытындылаймыз. Алдағы уақытта мазмұнды ойлар мен мазмұнды әңгімелер, шығарылымдар болады деп сенеміз. Балқия Тілеужанқызы, бүгінгі подкастымызға арнайы келіп, сұхбатыңызбен бөліскеніңізге көп рахмет. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.